Assalamu alaikum. Қайырлы кеш. Бізде кешкі серуен. Ертеректе деймін да. Жастау кезімізде үнемі айтып жүретін едік өзімізше. Өмір деген қызық қой. Қызық жерін сызып қой деп айтамыз да, оны өзіміз түсінбейміз соны. Шыны керек. Сызып атқанда ешкім жоқ. Өзімізше сол бір ұйқастырған түріміз ғой. Бірақ шын мәнінде қарап отырсақ, Алланың берген нығметтерін ойласақ, жазсақ, айтсақ, тауысып шегіне жете алмайды екенбіз ғой. Біз ана Алладан келіп жатқан бір сынақты ойлаймыз да, бір әлемдегі бізден басқа ешкім сыналмай жатқан сияқты, әлемдегі ең қиындық көріп жатқан адам өзіміз сияқты болып көрінеміз да. Ал енді соны бір жаққа жаймен ғана қоя тұрып, Алланың оның қасындағы беріп жатқан сансыз нығметтерін ойлайтын болсақ бар ғой. Анау жаңағы неміз проблемамыз, біздің айтып жүрген қиындығымыз түк болмай қалады екен ғой. Ал шын мәнінде одан да зор сынаққа ұшырап, қатты қиналып жатқан адамдар бар. Ішерге ас таппай жатқандар бар. Ауруына шипа таппай жаны қиналып жатқан адамдар бар. Қамауға қамалып, бостандыққа шығудан үміті үзіліп жатып қиналып жатқандар бар. Оның қасында альхамдулилля, жақсымыз ғой, Аллаға шүкірміз ғой. Сол себепті көп Аллаға шүкір айту керек екенбіз. Алланың беріп жатқан нығметтерін көп ойлап, пікірлеу керек екенбіз. Негізі допты қабырғаға ұрсақ, соқа жабысып қалмайды, қайтып келеді. Сол сияқты осындай жақсы сөздерімізді айтсақ, ең бірінші кезекте оны тыңдап отырған адамға пайда болуы да мүмкін, болмауы да мүмкін, бірақ соны айтушыға адамға міндетті түрде пайда болады екен да. Міндетті түрде сол нәрсе оның жүрегіне келеді. Мысалы, бір адам ақша деп айта берсе, ол жүрегіне ақша кіріп кетеді да. Оның ойы да, болжамы да, қуанышы да бәрі сол ақшамен байланысты болып қалады. Ал енді біз әлемдердің Раббысы, біздерді жоқтан бар қылған, ризық беруші, сондай құдіретті өмір берген Аллах тағаланы көп ойлайтын болсақ, пікір қылатын болсақ, енді ойлана беріңіз, біздің жүрегімізде қандай дәрежеде болады. Сол себепті достар, көп бізді жаратқан жаппар иемізді көп ұлықтайық, көп кешірім тілейік Алладан, көп Аллаға беріп жатқан нығметтеріне шүкір айтайық. Шүкір етсең маған тағы берем саған дегендей, ол ғой беруші. Көп шүкір айта берейік, Алладан көп кешірім сұрайық. Аман болайық, аман болыңыздар, сау болыңыздар. Қайырлы кеш, ассаламу алейкум.